Ал енді қуыршағымыздың басын тоқимыз. Ең алдымен кольцо амигуруми жасап, бір петля бекітіп аламыз да, осы кольцоның ішіне 8 столбик без накида тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Енді мына кішкентай жіпті тартып, енді әр петляға 2 прибавкадан жасаймыз. Бізде 16 столбик без накида болып шығу керек. Әр қайсысына 2 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Келесі қатарда бір столбик прибавканы 8 рет қайталаймыз. Бізде 24 петля болып шығу керек. Бір столбик без накида, прибавка. Осылай айналдыра тоқып шығыңыздар. Келесі қатарларды прибавкамен тоқылады. Мына шеңберіміз былай үлкею керек. Біз 3 қатар тоқыдық қой. Енді тағы да 3 қатар прибавкамен тоқимыз. Енді келесі қатарымыз, қазір бізде 24 столбик без накида болып тұр. Енді келесісін 2 столбик без накида, бір прибавканы 8 рет қайталаймыз. Бізде 32 петля болып шығу керек. Одан кейінгі қатарда 3 столбик прибавка 8 рет қайталаймыз. 40 петля болып шығу керек. Одан кейінгі қатарда 4 столбик без накида, прибавка 8 рет қайталаймыз. 48 петля болып шығу керек. Қазір осы схеманы жоғарыда көрсетіп кетермін. Осылай 6-шы қатарға дейін тоқып келіңіздер. Келесі қатарымыз 1 столбик, 2 столбик, келесісіне прибавка. Дәл осылай әдіспенен 6-шы қатарға дейін тоқып келіңіздер. 6 қатарымызды тоқыдық. Бізде қазір 48 петля болып тұр. Енді бір қатар 48 столбик без накида тоқып шығыңыздар. Осылай бір қатар тоқып келіңіздер. Келесі 8-ші қатарымызда 5 столбик без накида, бір прибавканы 8 рет қайталаймыз. Бізде 56 петля болып шығу керек. 2, 3, 4, 5, прибавка. Осылай аяғына дейін тоқып шығыңыздар. 56 столбик без накида болып шығу керек. Енді келесі 8 қатарды 56 столбик без накида тоқуымыз керек. Осылай 8 қатар тоқып келіңіздер. 56 столбик без накидамен. Келесі қатарда 22 столбик без накида.
19, 20, 21, 22. Енді осы жерде бір воздушный петля аламыз да, мына жерден біреуін тастаймыз келесісіне. Енді 9 столбик без накида тоқимыз. Біреуін тоқыдық. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тағы да бір воздушный петля. Арадан бір петляны тастап, келесісіне столбик без накида. Біреу, енді қалған 23 столбик без накиданы қатардың соңына дейін тоқимыз. Енді келесі бір қатар 56 столбик без накида тоқимыз. Мына жерге де тоқимыз. Бағана бір петля воздушный қалдырдық қой. Осының ішіне де бір столбик без накида тоқылады. Осылай аяғына дейін тоқып келіңіздер. 56 столбик без накида. Келесі қатарды тоқимыз. 18 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Енді бір прибавка жасаймыз. Енді бір столбик прибавканы 3 рет қайталаймыз. Бір столбик прибавка. Енді тағы да 2 рет жасаймыз осылай. Бір столбик прибавка. Тағы бір рет бір столбик прибавка. Әрі қарай 5 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, бір прибавка. Енді бағанағыдай тағы да бір столбик прибавканы 3 рет қайталаймыз. Бір столбик прибавка. Бір рет жасадық. Тағы екінші рет бір столбик прибавка. Тағы бір рет бір столбик прибавка. Енді қалған 18 столбик без накида тоқимыз. Міне
мінекей бізде қатарда қазір 64 столбик без накида. Осыны 4 қатар тоқып келіңіздер 64 петлядан. Енді келесі қатарымызда 6 столбик без накида, бір убавканы 8 рет қайталаймыз. Бізде 56 петля болып шығу керек. 2, 3, 4, 5, 6, бір убавка. Осылай қатардың соңына дейін тоқып келіңіздер. Келесі қатарда 5 столбик убавка 8 рет қайталаймыз. Бізде 48 петля болып шығу керек. 1, 2, 3, 4, 5, бір убавка. Осылай қатардың соңына дейін тоқып келіңіздер. Бізде 48 петля болып шығу керек. Келесі қатарда 4 столбик без накида, бір убавканы 8 рет қайталаймыз. Бізде 40 петля болып шығу керек. 2, 3, 4, бір убавка. Осылай бір қатар тоқып шығыңыздар. 40 петля болып шығу керек. Келесі қатарда 3 столбик без накида убавканы 8 рет қайталаймыз. Бізде 32 петля болып шығу керек. 2, 3, бір убавка. Осылай бір қатар тоқып келіңіздер. 32 петля болып шығу керек. Келесі қатарларды тоқымай тұрып, осылай ішіне синтепонда салып қойсаңыздар болады. Себебі мына жері қазір тарылып қалады. Енді келесі қатарды. Енді 2 столбик без накида, бір убавканы 8 рет қайталаймыз. Бізде 24 петля болып шығу керек. 1, 2, бір убавка. Дәл осылай бір қатар тоқып шығыңыздар. Енді соңғы қатарымызды тоқимыз. Бір столбик убавканы 8 рет қайталаймыз. Бізде 16 петля болып шығу керек. Бір столбик. Убавка. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Ең соңында жіпті ұзынырақ қалдырыңыздар, себебі басын сосын тігетін боламыз. Мінекей басын осылай тоқып алдым. Ішіне синтепон тағы да салдым. Енді кірпігін, мұрнын, қасын тігіп, басын әдемілейтін боламыз. Ол үшін үлкен инеге жіпті сабақтап алдым. Көзінің орта жағынан осылай инені өткізіп, енді қарсы жағынан тағы да өткіземіз. Өстіп тартамыз. Мына жерде жіпті байлап тастаймыз. Келесі көзінен
бірдей қылып тартыңыздар жіпті. Осылай мына жерден байлап тастаймыз. Енді мұрнын тігетін боламыз. Мұрнын міне осы жерден тоқитын боламыз. Şimdi daha bir ötküzemiz olsay. Жіпті қиып тастаймыз. Енді қасы мен кірпігін тігетін боламыз.
ернін белгілеп қойдым осылай. Осы жерден осылай жіпті тартамыз. Тартып байлап қоямыз. Барлық жіп ішінде қалады. Ернін осындай розовый жіппен тоқимын. Бұны да байлап ішіне жасырып қоямыз. Басы дайын болды. Енді шашын тоқитын боламыз. Енді қуыршағымыздың парегін тоқитын боламыз. Ол үшін кольцо амигуруми жасаймыз. Енді осы шеңбердің ішіне 6 столбик безнакиді тоқимыз. Жіпті тартып, енді 12 прибавка жасаймыз. Әр столбикке, әр петляға 2 столбик безнакиді тоқимыз. Келесі қатарда 1 столбик прибавка, 6 рет қайталаймыз. Бізде қатарда 18 петля болып шығу керек. Мінекей 18 петлямыз шықты. Келесі қатарлардың барлығы осындай прибавкамен тоқылады. Сіздер 9-шы қатарға дейін тоқып келіңіздер. Ол жерде 7 столбик безнакиді, прибавка 6 рет қайталап, 54 петля болғанша тоқып келіңіздер. Мен мына жерде схема қойып кетемін жоғары жақта. Мінекей мен 9 қатар тоқып шықтым. Қатарда 54 столбик безнакиді. Енді 5 қатар осы 54 петлядан тоқып шығыңыздар.
міне осылай айналдыра 5 қатар тоқып келіңіздер. Мінекей мен тағы да 2 қатар қостым. Бағана сіздерге 5 қатар тоқу керек деп едім ғой. Себебі менің қуыршағыма кішкене тарлау болды. Сіздер өздеріңіздің ойыншықтарыңызға осылай кигізіп көріңіздер. Егер тар болып жатса, тағы 2 қатар қосып тоқсаңыздар болады. Менде барлығы осы жерде 16 қатар. Мына былай кигізіп, енді әркім әртүрлі тоқиды, біреу тар қып, біреу бос қып тоқиды. Менде мына жерде маңдайынан 1, 2, 3, 4, 5, 6 қатар қалдырғанда міне осындай болып тұр. Мына қуыршақтікіндей. Енді мына алдында шаштарын тоқимыз. Енді осы жерден 10 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді мына екінші петлядан бастап столбик без накида тоқимыз. Мына жерде бір петля қалдырып, келесіне бекітеміз столбик без накидамен. Тағы да 10 воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Екіншіден бастап столбик без накида тоқып шығамыз. Бір петля тастап, келесіне бекітеміз. Осылай мен 7 тоқыдым. Мінекей жаңа парегін тоқып, мен осылай басына кигізіп, тігіп шықтым. Осылай болып шықты міне.